Biz üç türlü bakar şansla kayboluruz. Birimiz denizlilik, birimiz tavukumuz yedik, birimiz dağını yedik. Bırak bizim işimizde ösiyetler. Ben parada yasaklım. Denizin arkadan gelin yerin halkı olalım. Bizim oranımız yerlik, bayrağımız azalttım. Kokundan taymayın kalıpız. Ben kavmama yasaklım. Ben kavm yürüyecek olun. Almasosunu bizim işimizde kaynar. Yerine korkal, benim borçum. Ruhum, tav sekildi büyük. Men Tigraxalda saklım. Şoşaq bölgüm yerliktim deyse. Dağımды korkal, benim borçum. Найзам, намысым, еркіндік ең мөкім болу. Біз сақтабады. Сақ Tigraxalda сақтабады. Біздің аллахымыз оға. Аралдың, атылы, еркіндік, арнақ болу. Сіздерді сендердің мықтыда тарасапты. Адал азаматты ұрпағы деді. Ал ендеше ашық сабақтың сәтті өтуіне сіздерге көмектестік. Сәттілік, 5-ші сынып. Бұл видеода бала не туралы айтылған? Айтыңыз. Ынтымақтастық, азаматтық, елін қорғау. Қаланы қорғайды дейді. Жақсы, елдеріңізді қорғаңыздар деді. Тағы да сақ тайпалар туралы айтты. Қандай тайпалар айтты, иә? Айзере? Тиграхауды туралы айтты. Жақсы, Тиграхауды сақтары, Батырхан? Найзамен қорғану туралы айтты. Найзамен қорғану туралы айтты. Ағытбек? Қауымы барға сақтары. Тағы да біреуге қалып қойды? Кім? Кім айтады? Астаусы сақтан. Я? Ағытбек және айтылған? Парадарая сақтары, я? Яғни Парадарая дегеніміз? Я? Арал теңіздің арғы жағында. Я, дұрыс айтасыздар. Арал теңізінің арғы бөлігінде орналасқан. Сақтар теңіздің арғы жағында орналасқан. Ал Тиграхауда бізде қандай сақтар екен? Я, айтылған кетіппен. Я, шошақ бөлікті сақтар деп атайды екенбіз, я? Яғни бұл тарихи деректерде кездесетін атақты сақтардың үш тайпасы екен. Тұрып келеміз десе жылдам. Мына жердегі бөлімдер бойынша. Тікелей байланысты сәл ашамыз. Сұрақтарымыз тезірек. Қандай сұрақтарға бізде 1 минут уақыт кетеді, сосын қалдырыңыз. Грек басымен соғысы сақ тайпаларын туралы құнды мәлімет. Мұна Геродоттың атты еңбегінің флагы. Геродоттың тарих атты атақты Дерхан салам екен. Суретте дала кеңістігі, халықтың өмірі сезіледі. Жалпы біздің мақсатымыз сақ тайпалары туралы негізгі тарихи дереккөздерді анықтап, картаны қараңыздар. Балалар, сіздер қандай мақсат қоясыздар бүгінгі сабақта өздеріңізде? Я? Қол көтеріп айтамыз, сәлем айтамын. Меңгеру, яғни сақтар туралы тарихи мәліметтерді меңгеру дейміз. Жақсы тағда. Айдария. Білу және түсіну. Әртүрлі мәліметтермен танысу, яғни бүгінгі сіздердің мақсаттарыңыз. Жақсы сабақтың соңына қарай қандай тарихи дереккөздер сақтар туралы мәлімет береді деген зерттеу сұрағын құндылығы, тарихқа құрмет, ұлт мәдениетіне қызығушылық, ынтымақтастық және топта жұмыс жасау. Заттық және жазбаша деректер деп бөлінеді. Заттық деректерге біз археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған деректерді айтады. Ал жазба деректеріне қандай деректерді айтамыз? Жазба деректерге грек, парсы. Және жақсы жарайсыз. Грек ойыңыздар сақ қауымы барды, сақ Парадарая және сақ Тиграхауды және Массагет дай тайпалары. Балалар, естеріңізде болса, Массагет дай тайпалары бағана бізде екінші топ Страбон туралы айтқан кезде айтқан болатын, я? Қай жерде мекендеді деді? Сәлеме айтқан болатын. Я? Ол география атты еңбегінде жазылған. Азады. Я, сосын? Жоқ.
Шығыс Қазақстанда мекендеген массагет дай тайпалар екеніне жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақта бізде қолданылатын жаңа сөздер. Барлығын пайдалана отырып, қазір топтық жұмыс жасаймыз, жақсы ма? Бірінші топ сіздерде картамен күні деген тақырыпта яғни өздеріңіз әңгіме құрастырасыздар. Қазір айда деді. Картамен жұмыс жасайсыздар, сақ тайпаларының орналасқан аймақтарын белгілеп жазасыздар. Екінші топ. Қазір айтамыз. Қазір қарамақ керек. Сіздердің тапсырмаларыңыз жақсы. Ең бірінші сақ тиграхауда сағы. Ол сақ жетісу өңірінде өмір сүрген. Және де олар жұмшақ бөлігінде киім киген деректер бар. Ал екіншісі бұл Парадырея. Парадырея Арал теңізінің маңында өмір сүрген. Сол себепті оның атын Парадырея. Стилек сөздер заттыққа жазбаға бөлінеді. Заттыққа археологиялық жазба, пасыға жазбаға пасымен кіреді. Пасыға пасы патшаларының тасқа қашап тұрған жазбалары. Ал грек Геродот мен сақ туралы құнды мәліметтер жазылған. Жақсы. Бұл суреттердің ішінде бізде балжан қатысы бар. Өйткені балжан асақтар қазақтардың жерлеріне өтіп солармен саяхат жүріп жүрген екен. Және де сол жерде балжан момышұлы ұлы отан соғысына қатысқаны үшін территориясында мекендеген алғашқы тайпалық бірлестік болып табылады екен, иә? Мен сіздерге бұл жерде Бауыржан Момышұлын қосқан себебім, кім ол Бауыржан Момышұлы бізде? Атақты, иә, батыр, ұлы отан соғысының ардагері, иә? Сондықтан, яғни бұл тұлға да бізде Қазақстан территориясында мекен еткен деген мақсатта мен сіздерге берген болатыным, яғни оны түсінгендеріңізге рахмет. Жақсы, бейнеленген. Олардың бас алтындармен қапталған әшекейленген. иә. Тек белдіктері ғана ма? Жоқ. Басқа да киімдері алтындармен әшекейленген. Жақсы, тағы қосатындар бар ма үшінші қатар? Айтама Бекжан, сақ жауынгер туралы. Сақ жауынгердің қолында қылыш пен найза және де садақ тұр. Садақ пен жебелер болған екен, иә? Жақсы, жалпы бала мыспен және алтынмен көмкерілген деп айтқан болатын, иә? Жақсы, жылқы малы тұр, иә бала? Неге жылқы тұр? Қайда көмектесесіздер? Олар жылқымен соғысқан. Жақсы, яғни атты әскер болған екен, иә? Сақтарда. Рамазан? Олар аттармен соғысқан. Өйткені аттар тез жүреді. Иә, яғни ежелгі заманда бала білеміз, иә? Жылқыларда болғандығы туралы айтылады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Кім қосастырмыз? Ақсанымыз? Страбонның географиясы еңбегінде жазып қалдырған болатын, иә? Жақсы, жарайсыздар. Енді қазір топта бір Маған ұнайтын жақсы бола қояды. Жақсы, жарайсыздар. Әдіжан. Екінші топ страбон туралы көп мәліметтер айтты. Мен оларды жақсы бағалаймын. Жақсы. Екінші топ балалар көбінесе тарихи деректерді айтты, иә?